Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз маш көже әзірлейміз. Бұл көже өте тойымды және өте дәмді. Көжені әзірлеу үшін көп нәрсе қажет емес. Маш көжесі оңай дайындалады, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен машты жақсылап жуып аламыз. Сосын жаңадан қайнаған ыстық суды үстінен құйып, бетін жауып қоямыз. Қазанға сұйық майды құйып ысытамыз. Ысыған майымызға майдалап туралған жуаны салып қуырамыз. Етімізді саламыз. Менде тауық еті. Бұл көжеге кез келген етті қоса берсе болады. Майдалап туралған сәбізді қосып қуырамыз. Қуыру барысында қазанның беті ашық болу керек. Майдалап туралған болгар және дунган бұрышын қосамыз. Майдалап туралған сарымсақты қосамыз. Бір ас қасық томат пастасын қосамыз. Бір ас қасық паприка қосамыз. Майдалап туралған картопты қосамыз. Қайнаған суды құямыз. Қазанның бетін жауып, сорпаны қайнатамыз. Сорпа қайнағаннан кейін машты қосамыз. Өз талғамымызға сай тұз қосамыз. Сорпамыз қайнағаннан кейін жуылған күрішті қосамыз. Қазанның бетін жауып, баяу отта 40 минут пісіреміз. Маш езіліп, жарылып піседі. Мінеки достар, бізде өте тойымды және өте дәмді маш көже шықты. Маш көжені міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Маш көжені тағы да машхұрда деп атайды. Сіздер жақта бұл тағамды қалай атайды? Комментарийда жазып өтіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қоңыраушаны басып қойыңыздар, келесі видео рецептерді жіберіп алмас үшін. Күндеріңіз сәтті өтсін.